Сәлеметсіздер ме, құрметті ұстаздар, оқушылар, түлектер. Менің есімім Берекет. Атырау қаласындағы Назарбаев зияткерлік мектебінің 2015 жылғы ең алғаш түлектерінің бірімін. 2015 жылдан 2021 жылдар аралығында Қытай Халық Республикасында білім алдым. Қазіргі таңда майнинг саласында қытайлық Canon компаниясының Қазақстандағы өкілімін. Өзімнің жеке даму жолымда бір керемет мүмкіншіліктер сыйлаған, даму жолымды тездеткен керемет бір кезеңдердің бірегейі осы Назарбаев зияткерлік мектебінде оқыған жылдарым. Сол үшін мен ұстаздарыма, тәрбиешілеріме зор алғыс білдіремін. Мен Атырау қаласындағы химия биология бағытындағы Назарбаев зияткерлік мектебінен 2016 жылғы түлегімін. Мектепті аяқтағаннан кейін IT университетінде электронды журналистика бағыты бойынша білім алдым. Бүгінде журналист ретінде қызмет атқарамын. Мен бүгінгі түлектерді және сонымен қатар түлек атанғалы отырған оқушыларды және бүкіл Назарбаев зияткерлік мектептерінің оқушыларын самғау форумының басталуымен құттықтаймын. Бұл жерде алатын ақпарат болашақта өмірлеріңізге бір бастама болуына тілектеспін. Сонымен қатар бағындырар белестеріңіз көп болсын, жедел жетістіктеріңіз көп болсын. Және сонымен қатар осы сәтті пайдалана отырып, кез келген жаңа нәрсе, жаңа үйренген білім үлкен мүмкіндіктердің бастамасы екенін айтып өткім келеді. Іске сәт, тек толағай табыстар тілеймін. Всем привет, меня зовут Арайлым, я выпускница НИШ ХБН города Атырау 2018 года. Хочу поздравить всех вас с форумом «Самғау», ведь это прекрасная возможность обменяться опытом и быть полезным друг другу. Надеюсь, что учащиеся получат много новой информации, а выпускники вспомнят свои школьные будни и насладятся этой прекрасной атмосферой. Вообще, обмен опытом актуален сейчас как никогда, поэтому форум «Самғау» — это просто уникальный и незаменимый инструмент для учащихся старших классов. Желаю всем вам хорошего времяпровождения и полезных новых знакомств. Пользуясь случаем, хочу передать огромный привет своим любимым учителям и любимому куратору Зиадия Бековне. Отдельная благодарность организаторам форума за то, что не забывают о нас и приглашают на такие мероприятия. Всем пока! Баршаңызға сәлем, құрметті Атырау қаласы Назарбаев зияткерлік мектебінің түлектері, оқушылары, ұстаздары. Менің есімім Жалмурзина Гүлсат. Мен 2020 жылдың түлегімін. Қазірде Сүлеймен Демирел университетінің бизнес-школа факультетіндегі директор маркетинг мамандығының 3-ші курс студентімін. Бүгінгі өткелі отырған форум оқушыларға да, түлектерге де бір пайдалы дүние болады деген сенімдемін. Жалпы менің өміріме мектеп қауымдастығы үлкен әсер қалдырған болатын. Оның ішінде ұстаздардың тәлім тәрбиесінен бөлек мектеп өмірі, өзін-өзі басқару ұйымы, одан бөлек оқушылармен, түлектермен байланыс. Сол кезден бастап өзіміздің армандарымыз бен мақсаттарымызға айқын қадам жасауымызға үлкен әсерін тигізген болатын. Сондықтан құрметті оқушылар, бүгінгі түлектерден алғалы отырған білімдеріңіз бен тәжірибелеріңіз сіздерге болашақта үлкен пайдасын тигізетініне мен сенімдімін. Всем привет! Меня зовут Илья, я являюсь выпускницей Назарбаев интеллектуальной школы ХБН города Атырау 2021 года. Первым же делом я бы хотела поздравить форум выпускников «Самғау», в котором я очень сильно хотела принять участие, но, к сожалению, сейчас нахожусь в своем университете в Стамбуле. И хотела бы выразить огромную благодарность Эльмире Монтаевне за приглашение. Пользуясь случаем, я бы хотела передать пламенный привет всем своим учителям, а также любимому куратору Жаклейсе Жаровне. Вообще, я считаю, что это огромная уникальная возможность именно в процессе обмена опытом между выпускниками и учащимися старших классов. Именно через организацию различных активитей и проектов. Hello everybody from Philadelphia, known as City of Brotherly Love and historically first capital of the United States. My name is Zhubek and I'm a graduate of Nazarbayev Intellectual School in Atырау, class of 2022, and I'm a new dragon from Drexel University, class of 2026. As a new dragon, I know that ambitions can't wait, and I would like to congratulate everyone who is participating in the Forum Samғау. I believe that it's a huge opportunity to share and exchange your experiences, knowledge, and ideas. Together, teamed up with professionals from different fields, you guys are going to make our future better and contribute to our society. As for me, NAS shaped me as a person, and I would like to thank every member of the school who helped me throughout this incredible journey. Hello dear faculty members and students. My name is Nadia and I'm currently studying at Tokyo International University in Japan.
and it's such a big honor to be part of Samghao. I just want to tell you guys that it's a big opportunity to invest your time right now into your future, so you could actually learn from people who are in the university of your dreams about student life, how to apply, and how to just achieve your dream student life. And special shout out to Elmira Mantayevna, because she's the main reason why I'm here. And don't worry, everything's gonna work out.